Қыз қыстауы қараспан, қараспан көкке таласқан, ат үйірінен адасқан, қалың қыпшақ тізіліп, қонса қоныс жарасқан. Мен Нәрзиева Маржан, Шымкент қаласы номер 54 жалпы орта мектептің оқушысымын. Қобыландының батырлығын, құртқаның ақылдығын баяндайтын туындыны жаттау, осындай ерекше сайыстарға қатысу арқылы біз халқымыздың рухани байлығын бойымызға сіңіреміз. Сол заманның салт дәстүріне үңіліп, батырлықтарымен танысамыз. Бұл жаттау балалар ешқандай қиындық соғып атқан жоқ. Бұндағы негізгі мақсат қазақ халқының мынау шетел басқыншыларынан қорғаған және сол жұмыстар барысында істеген ерлік істерін дәріптеу. Бұл Қобыланды батыр. Қобыланды батыр негізінде тарихта болған кісі, осы кісінің ерліктерін жалпы оқушыларға дәріптеу. Көне гректерді білесіздер, Илиада, Одиссея деген батырлық жырлары бар. Үнділердің Махабхарабат Раянасы бар. Іргеміздегі мына қырғыздардың өзінде Манас жыры бар. Сол жырды кез келген қырғыз баласы Манас жырын жатқа айтады екен. Неге біздің қазақ баласы Қобыланды батыр жырын, немесе Алпамыс жырын, немесе Ертарғын батыр жырын жатқа айтпасқа деп ойлаймын. Шымкент қаласы номер 54 жалпы орта мектеп оқушылары Тұлпар мініп туылған байқауына дайынбыз!